Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін 11 сыныптың 2 тоқсанға арналған ТЖБ жұмыстарын талдайтын боламыз. Енді бұл тоқсанда сендер балалар электромагниттік толқын және олардың қасиеттері, олардың таралуы және оптика заңдарын қарастырдыңдар. Бұл екі тарауда өзінше өте күрделі тараулардың біріне жатады. Сондықтан бүгінгі осы ТЖБ тапсырмаларын талдайық, мұқият түсініп алуларыңызға болады. Бірінші сұрақ: электромагниттік толқындардың сәулелену шартын дұрыс көрсетіңіз. Электромагниттік толқындар кеңістікте таралу үшін электр зарядтарының жеделдетілген қозғалысы болып табылады балалар. Екінші, электромагниттік толқынның жиілігінің өсу ретіменен дұрыс орналастыру керек. Енді электромагниттік толқындардың жиілігінің өсу реті болғандықтан жиілігінің біз қазір азынан бастаймыз. Осының ішінде радио толқынның жиілігі ең аз болып табылады. Сондықтан сыншы жауапты аламыз. Радио толқын, инфрақызыл, ультракүлгін, гамма сәулелерінің жиілігі бұл көп болады, өте жоғары болады. Үшінші, амплитудалық модуляция. Бұл модуляцияланған сигналға байланысты тасымалдаушы сигнал амплитудасының өзгеруі болып табылады. Төртінші, балалар, модуляциялық құрылғы қандай мақсаттарда қолданылады? Бұл қолданылады жоғары жиілікті электрлік тербелістердің көмегімен дыбыстық тербелістің амплитудасына өзгерту болып табылады. Радионың динамигінің қызметі қандай? Радиода динамик болады. Төменгі жиілікті электр сигналын дыбыс сигналына түрлендіріп бізге радиодан мысалы хабар естуімізге мүмкіндік туғызады. Алтыншы сұрақта: бірнеше жүз шақырым аралыққа радио байланыс орнату үшін белгілі бір диапазондағы толқындар қолданылады. Дұрыс жауапты таңдаңыз. Бұл бірнеше жүз шақырым аралыққа радио байланысты тарату үшін орташа және ұзын толқындар қолданылады балалар. Мысалы, мына қысқа толқындар, ультра қысқа толқындар бұл интернет байланысы үшін, өте алыс қашықтыққа, космос қашықтығына да байланыс жасау үшін қолданады. Ал бірнеше жүз шақырым радио байланысымыз осы орташа ұзын толқындарда жүзеге аса береді. 7. Камила мен Аян екі бірдей жасыл радиодиодты пайдаланып жарық интерференциясын көрсетуге тырысады. Бірақ тәжірибе сәтсіз аяқталды. Сәтсіздіктің себебін түсіндіретін мәлімдемені анықтау керек. Бұл жердегі жауап, балалар, бірден айтайын: С. Жарық көздерінен шыққан жарық толқындары когерентті емес. Сондықтан жарық толқындары кеңістікте таралу үшін жарық толқындары когерентті болу керек. Когерентті дегеніміз оның толқын ұзындықтары және жиіліктері бірдей болу керек. Ал 8. Ғылыми техникалық прогрестің маңызды жетістігі әртүрлі байланыс құралдары болып табылады. Қазір байланыс құралдарын жетілдірудің мүмкін жолын ұсыныңыз. Балалар, өздеріңе де түсінікті. Қазіргі кезде интернет байланысы ғылыми техникалық прогрестің дамуы болып табылады. Осыған байланысты мынандай ақпаратты, мынандай мүмкіндік жолын ұсынайын балалар. Желідегі ақпараттың жақсы және қарапайым қозғалысы әлемдегі барлық нәрсе туралы қоғамдық пікір қалыптастырады. Интернеттің көмегімен сіз көптеген ақпаратқа қол жеткізе аласыз. Біз кез келген сайтқа кіріп, кез келген ақпаратты өте жылдам аралықта біз ала аламыз. Демек, бұл ғылыми техникалық прогрестің үлкен жетістігі деп білеміз балалар. 9. Төмендегі мәлімдемелер дұрыс болу үшін сөздерді таңдап асын сызыңыз. Сандық сигналдың аналогтық сигналдан айырмашылығы бұл ақпараттың үздіксіз немесе дискретілігі болып табылады балалар. Бізге сигнал үздіксіз беріліп отырады. 2. Қатені түзете алады. Кез келген қатені біз түзете аламыз. 3. Қалпына келтіруге болады.
Ал енді 10-шы тапсырманы қарастырайық. Монохроматта жарық 1 миллиметрге 60 штрих бар дифракциялық торға перпендикуляр түседі. 10-шы ретті минимум 19 градус бұрышта байқалады. Берілген жаздық L 1 миллиметр, N 60-ға тең, K рет саны 10-ға тең, сыну бұрышы 19 градус. Бұл балалар 10-шы есебіміз жарықтың дифракциялық қасиетіне негізделген. Енді осыны анықтау керек. Дифракциялық тордың периодын метрменен есептейміз. Тордың периоды D әрпімен белгіленеді. L бөлінген N. Мұндағы D-ны тапқанда L-дің орнына 10-3 дәрежесі миллиметрді айландырдық. 60-ға бөлеміз. Сонда жуықшаммен 0,17 10-3 дәрежесі немесе 1,7 10-5 дәрежесі. Нақтылай айтсақ 17 микрометрге тең болады. Ал B түскен жарық сәулесінің толқын ұзындығын табу керек. D синус V тең болады. К лямбда формуласы бойынша лямбдадан тапқанда D синус V-ді К-ға бөлеміз. Сондағы лямбда D-ның орнына 1,17 10-5 дәрежесін қоямыз. Синус 19 градустағы мәнді қоямыз. К 10-ға тең болған. Сондағы көбейтіп 10-ға бөлетін болсақ, жуықшамменен 5,44 10-7 дәрежесі метрге тең болады. Мына жерге 5,44 10-7 дәрежесі деп жазу керек балалар. Ал 11-ші сұрақта жарықтың поляризациясын зерттеу тәжірибесін сипаттаңыз. Енді поляризация дегеніміз бұл енді жарықтың көлденеңділігі, жарықтың таралу бағытының белгілі бір бағытқа тәуелділігі болып табылатын. Енді осы жұмыс барысында қысқаша сипаттамасын жазайық балалар поляризация жайлы. Поляризаторды бекітеміз. Одан біршама қашықтықта анализаторды орналастырамыз. Сондағы поляризатордың алдына жарық көзін, ал анализатордың артына экранды қоямыз да, анализаторды айналдыра отырып, жарықтың екі полироид арқылы өтуін бақылаймыз балалар. Сонда егер олары осьтері сәйкес келетін болса, жарық өте жақсы көрінетін болады. Ал олардың осьтері сәйкес келмейтін болса, бірі вертикаль, бірі горизонталь орналасатын болса, онда жарық өтпей қалады. Бұл қандай? Бұл көлденең толқындарға тән қасиет. Көлденең толқындар дегеніміз оның таралуының белгілі бір бағытқа тәуелділігіне байланысты поляризациялық қасиет осылай сипатталатын балалар. Енді түсу бұрышы 40 градус. Түскен сәуле сынған сәуленің арасындағы бұрыш 200. Міне суретімен сызып қойдым балалар. Түсу бұрышы 40 градус болған. Енді мына түскен сәуле менен сынған сәуленің арасындағы бұрыш 200 градусқа тең. Бізде мөніру бұрыш ол сыну бұрышы болып табылады. Сонда сынған мына сызбаны сыздық. Мынау түскен сәуле, мынау сынған сәуле, мынау перпендикуляр түсіңтіс арқылы жүргізілген. Сондағы тапсырмадағы бірінші суретті сызбаны салдық да, мына сыну бұрышын таптық балалар. Сыну бұрышын қалай табамыз? Мына барлық бұрыш өзі 360 градусқа тең болған. Сонда бізде 200 бар, мына 90 қосылған 50 бар, еще гамма бар. Осылардың үшеуінің барлығының қосындысы 360 болған. Сонда гамманы тапқанда 360-тан 340-ты азайтамыз. Сонда гамма 20 градусқа тең болады. Енді екінші ортаның сыну көрсеткішін анықтау керек. Сыну заңы бойынша n тең болады синус альфаның синус беттаға қатынасы. Сондағы синус альфа 40 градусқа тең, синус гамма бізде 20 градус екендігін сыну бұрышы 20 градус болды. Синус 40 градустағы мәнді табамыз, синус 20 градустағы мәнді табамыз да, осыларды бір-біріне бөлеміз. Сонда екі ортаның салыстырмалы сыну көрсеткіші 1,188-ге тең болады. Бұл жарықтың сыну заңы бойынша. Біздің бірінші ортамыз ауа болған, сонда екінші ортамыз бір қандайда бір мөлдір дене болды балалар. Бұл біз жарықтың сыну заңын қолданып отырмыз. Оптикада жарықтың шағылу заңы, сыну заңы қолданылатын. Бұл қазіргі біздің жұмысымыз жарықтың сыну жұмысына
арналып отыр балалар. Енді келесі сұрақты қарастырамыз. Бұл жерде әрине сендердің білулерің керек, геометриялық оптикаға байланысты мынау түскен сәуле, мынау сынған сәуле. Келесі екінші суретте шыны призмаға түсетін жарық сәулесі көрсетілген. Балалар, мына жерде міне үшбұрышты призма тұр. Соған жарық сәулесі түскен. Мынау түсу жүргізілген перпендикуляр. Ал мына жерде сыну бұрышы бар. Әртүрлі бұрыштар әртүрлі әріптермен белгіленген. Енді осы бірінші кестенің әр жолына құс белгісін қою арқылы екінші суретте көрсетілген түсу және сыну бұрышын анықтаңыздар. Сонда жоғарыда айтқандай, мынау міне түсу бұрышы, перпендикуляр мен түскен сәуленің арасындағы бұрыш, ал мынау сыну бұрышы болып табылады. Сондықтан белгіледік. Мынау түсу бұрышы, ал мынау Y бұл сыну бұрышы болып табылады. Ал келесі 13-те жарық сигналдарын беру үшін талшықты оптикалық технология қолданады. Осы технологияның негізінде жатқан құбылысты атаңыз. Бұл құбылыс толық шағылу деп аталады. Толық шағылу дегеніміз оптикалық тығыздығы көп ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға өткенде жарық сәулесінің мөлдір дененің бетінде жатуы толық шағылу деп аталады. Осы құбылыс арқылы біз талшықты оптикалық технологияны қолданатын боламыз. Талшықты оптикалық технологияның артықшылықтарын түсіндіріңіз. Бұның қандай артықшылығы бар? Бірінші, жоғары жылдамдық. Жоқшаммен 10 гигабит секунд жылдамдықпенен таралатын болады. Екінші, сенімділік. Талшық сыртқы ортаның әсерінен бұзылмайды, кедергілер алынып тасталады, олар әлсіз электромагнитке жататын болады. Сондай оның әңдегі зиянды әсері болмайды деген сөз балалар. Жоғары өткізу қабілеті өте күшті. Сондықтан үлкен көлемдегі ақпарат өте жылдам беріледі. Мысалы, қазір біз қандай өте үлкен көлемдегі ақпаратты тез арада жылдам таратып жатырмыз. Осының барлығы талшықты оптикалық технологияның көмегімен таратылып жатыр. Ал соңынан деректерді талшық арқылы жіберетін қашықтық үлкен болуы мүмкін. Біз сондай космос аралық байланысы арқылы да осы деректерді тарата алатын боламыз. Енді 14-ші суретте балалар, 14-ші тапсырмамызда, бұл енді біздің соңғы тапсырмамыз, геометриялық оптикаға байланысты жарықтың линзадағы кескін салу арқылы осы жұмыс орындайтын боламыз. Мына суретте мына суретте микроскоптың ішкі құрылысы менен АВ денесі берілген. Микроскопта екі жинағыш линза болады. Микроскоп негізінен кішкентай көзге көрінбейтін денені өте үлкен қылып көрсетеді. Мысалы, біз микробтарды қараған кезде, өте кішкентай талшықтарды қараған кезде осы микроскоптарды пайдаланамыз. Микроскоп екі жинағыш линзадан тұрады және АВ денесі. Енді біз мақсат сол осы АВ денесінің микроскоптағы кескіні қалай болады? Әрине, үлкейтілген кескін аламыз. Сонда мына кескінді қалай аламыз? Енді әрине балалар сызғышпен сызамыз. Мен енді электрондық түрде сызғышпен емес, қолыммен сыздым. Енді сендерге соны түсіндіруге тырысайын. Бірінші, мына сәуле оптикалық оське параллель түскен сәуле, ол фокус арқылы өтеді. Енді екіншісі, центр арқылы өткен сәуле сынбай түзу кетеді. Ал мына жерде қиылысты. Екінші, анық төсінен өткендер центр арқылы және параллель сәулем фокус арқылы сынып, мына нүктеде қиылысады. Қиылысу нүктесі арқылы бір кескін алынды, бір рет кескін алынды. Енді осы кескіндер екінші линзаға таралған кезде параллель сәулең тағы да фокус арқылы былай қарай кетті. Центр арқылы өткен сәулең былай қарай кетеді. Екеуі қиылысты. Ал
екінші мына төменгі нүктедегі центр арқылы өткен сәулене кетті, ал параллель сәулеміз фокусқа линзаға түседі, фокус арқылы сынып мына нүктеде қиылысатын болады. Міне сөйтіп мына В нүктесі, мынау А нүктесі болады. Сонда осы микроскоптың ішінде екі жинағыш линзаны қолдана отырып, мына АВ нәрсесінің өте үлкейтілген кескінін алатын болдық балалар. Міне біз микроскоптағы сәулелердің жолын сыздық. Бүгінгі міне ал сәулелер жолын сызу арқылы микроскоппен қараған кезде АВ денесінің үлкейтілген кескінін біз алдық балалар. Міне бүгінгі біздің жалпы балы 30 балға тең болатын геометриялық оптикаларды пайдалана отырып, жарықтың дифракциялық қасиетін пайдалана отырып, жалпы электромагниттік толқындарды және олардың қасиеттерін қолдана отырып, осы екінші тоқсанда қарастырылған ТЖБ жұмысын осылай жазатын боласыздар. Бүгінгі менің ақпаратым сіздерге ұнайтын болса, пікірлеріңді қалдырып, әрине менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сәттілік тілеймін. Екінші тоқсан бұл жарты жылдық қорытынды болады. Сондықтан осы екінші тоқсанды жақсы үлгілі аяқтауларыңа тілектеспін балалар. Назарларыңызға рахмет.